кішкентайымыздың расы ғой, келе абай. Ей, тіліңнен айнал. Ботагөз апайымыз, Алла разы болсын сіздерге. Бізді үзбей көретін тұрақты көрермендеріміз болғандықтан, біз осы кеште сіздерге бір сыйлығымызды тарту етсек, Жанболат, алып келе қойшы. Бір гүл шоқтарын өздеріңізге. Театрымыздың атынан. Қарындасымызға. Рахмет. Жеті қалған кісілер осындай сахнаға шығып алыптар жақта. Осындай жеті баланы бағып, қағып, алтын алқаның иесі, бергені шығар, біз де соған тырысып келе жатырмыз. Алла сіздердің осындай ұрпақтарыңыздың көптігін баршамызға нәсіп етсін. Тағдырдың тәлкегіне сынбай, осындай күнде жақсылықтан үміт етіп жүргендеріңіз үшін біз сіздерге бір сыйлық сыйлағымыз келіп отыр енді қадірменді ағайын. Жай ғана гүл аз болатын шығар. Сіздерге біз не сыйласақ деп ойладық та, содан кейін Харекет қайырымдық қоры арқылы бір баспананың кілтін табыстасақ дедік. Баспананың кілті табысталсын сіздерге. Тұрасыл қаным. Харекет қайырымдылық қоры бүгін Ботагөз апайымызға өзі сондай қиын жағдайға қарамастан күнде Алладан тілеген үшін, балалардың бақыты үшін Алла тағаланың берген үлкен нығметі сіздерге, үміттеріңізді ешқашан үзбеңіздер. Алла тағала ел болып, ынтымақта, бірлікте, ауызбіршілігіміз мол болып, әрбір осындай жанды баршамыз бір-бірімізді қуантуға нәсіп етсін дейміз. Халықтың қошемет сіздер үшін. Қолыңызбай құтты болсын. Ұжымды көкке жетелеу ол басшының арқасы. Басшы қандай болса, қол астындағылар да соған қарап бой түзейді. Алла жолында жүріп, әрбір адамның жүрегін дір еткізетін сөздер айтып, жақсы жолмен жүрулеріне үгіттейтін театр ұжымы да киелі шаһардың төріне келіп, өнер көрсету біз үшін үлкен мәртебе дейді. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бастамасымен 5 жыл бұрын басталған еді. Ұстаздарымыздың бастауымен Аллаға шүкір, қазір міне 5-ші жылға келді. Ал енді жылда өзінің ерекшеліктері бар. Және